Ассалаумағалейкум. Өткен жолы біз Дональд Трамптың кейбір саяси шешімдерін талқыладық. Соның ішіндегі ең маңызды шешім Роберт Кеннеди Джуниорды денсаулық сақтау министрі етіп тағайындау. Егер сол видеоны көрмесеңіздер, төмендегі сілтемеден өтіп көрсеңіздер болады. Бүгін ары қарай бұл тақырыпты жалғастырамыз. Трамптың бұл шешімі Америкадағы денсаулық сақтау жүйесіне түбегейлі өзгерістер алып келеді. Бұл тақырыптың бізге қатысы жоқ деп ойлап қалмаңыздар. Америкада болатын өзгерістер қайткенде де басқа елдерге ықпал етеді, және тағы бір маңызды жайт, Роберт Кеннеди жүйенің адамы емес. Ол ойлау жүйесі мүлдем өзгеше, денсаулық сақтау жүйесіне ол радикалды өзгерістер алып келетін, радикалды шешімдер қабылдайтын адам. Сондықтан ондай өзгерістер тек бір елдің масштабында ғана емес, ол бүкіл әлемге ықпал етеді. Сондықтан оның бәрі бізге де әсер етеді. Бізге соның бәрін алдын ала біліп, соған дайын болған дұрыс. Бұл өте ауқымды тақырып, ақпарат өте көп. Мен оны сіздерге барынша қысқа түрде жеткізуге тырысамын, және қазақ тілінде бұл тақырыпты менен басқа ешкім қозғамайды. Сіздер бұл ақпаратты басқа еш жерден таба алмайсыздар. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, арнаға жазылып қойыңыздар. Ал егер арнаға демеушілік көрсетемін дейтіндер болса, төменде реквизиттер бар, алдын ала бәріңізге алғысымды білдіремін. Сонымен денсаулық сақтау жүйесінде қандай өзгерістер бізді күтіп тұр? Бірінші, қоршаған орта қауіпсіздігі. Бобби Кеннеди өмір бойы бұл іспен айналысқан адам. Ол бұл тақырыпты өте жақсы зерттеген. Қазір ол қолға алған мәселелердің бірі суды фторлау. Білмесеңіздер, кейбір елдерде, соның ішінде Америкада, Ұлыбританияда, Ирландияда, Австралияда, Оңтүстік Американың кейбір елдерінде крандағы ауыз суға фтор қосылады. Кейбір елдерде фторды суға емес, ас тұзына қосады. Неге солай істейді? Өйткені фтор адам денсаулығына қажет, ол біздің тісімізді шіріп кетуден қорғайды деген сондай бір түсінік бар. Ал бұл түсінік өзі қайдан келді? Осыдан бір ғасырдай бұрын Американың алюминий өндіретін зауыттарында, өндіріс қалдықтарында фторидтер көп жиналған. Сол қалдықтардан қалай құтылатынын білмей, алюминий өндіретін компаниялар бір қулық ойлап шығарған. Олар арнайы жалданбалы ғылыми зерттеулер өткізіп, соны қаржыландырып, фтор адам денсаулығына қажет, және табиғаттағы суда оның мөлшері жеткіліксіз, сондықтан оны қосымша суға қосып тұру керек деген тұжырымға келген. Содан кейін суға фтор қосатын болған. Иә, фтор шынында да адам ағзасына қажет, бірақ өте аз мөлшерде. Және табиғаттағы ауыз суда оның мөлшері жеткілікті. Бізге одан артық қажет емес. Және фтордың қандай ерекшеліктері бар? Табиғатта бұл ең теріс электрлі элемент болып саналады. Яғни ол әрекеттесу қабілеті ең жоғары элемент. Және фтордың тағы бір ерекшелігі, ол металдармен жақсы байланысады. Және фтор бір байланыс орнатқан кезде, ол байланыс өте берік болады. Яғни фтор қосылыстары өте тұрақты болады. Ал адамның ағзасында фтор негізінен тіс пен сүйекте жиналады. Сол жерде ол кальцийді байланыстырып, сүйек пен тістің қаттылығын қамтамасыз етеді. Бірақ егер фтордың мөлшері тым көп болса, онда кальций шектен тыс көп жиналады да, керісінше тіс пен сүйек сынғақ болады. Оны флюороз деп атайды. Одан басқа фтор адамның басқа да кейбір мүшелерінде жиналады. Мысалы, адамның миының ортасында эпифиз деген мүше бар. Егер адамның ағзасында фтор көп болса, ол сол жерде жиналады екен, және кальцийді байланыстырып, сол жерде кальций жинала бастайды. Ал эпифиз шығыс медицинасының айтуынша адамның интуиция орталығы. Оны басқаша үшінші көз деп атайды. Яғни ол жерде адамның интуициясы, түйсігі, ерік жігері орналасқан деп айтады. Сондықтан ол жерде кальций жиналса, онда адамның түйсігі нашарлайды, оның ерік жігері басылып қалады деп айтады. Және бұған қатысты тағы да бір пікір бар. Кезінде Германияда 3-ші рейхтің нацистері концлагерьдегі адамдарды бағындыру үшін олардың ішетін суына фтор қосқан деген сондай пікір бар. Және кезінде сол уақытта Кеңес одағында да ондай нәрсе болған деп айтады. Яғни адамдарға оларды ақымақ қылу үшін крандағы ішетін суға фтор қосқан деген сондай пікір бар. Ресми дерек көздерде бұл пікір расталмайды, сондықтан ол өтірік болуы да мүмкін. Бірақ ондай пікір бар. Жалпы фтордың адам миына зияны бар екені дәлелденген. Мысалы, Қытайдың кейбір өңірлерінде табиғи суда фтордың мөлшері жоғары болады екен. Сол өңірлерде тұратын тұрғындардың, әсіресе балалардың IQ деңгейі басқа өңірлерге қарағанда төменірек болады екен. Одан басқа, фтор адамның қалқанша безіндегі йодты ығыстырып, йод жетіспеушілігін тудыруы мүмкін. Және фтор жүктілік кезінде адам ұрығына өте зиянды. Ал кейбір ғалымдардың айтуынша, фтор канцероген, яғни ол қатерлі ісік тудырады. Және бұл пікірді растайтын ғылыми зерттеулер де бар. Бірақ соның бәріне қарамастан, ресми медицина оның бәрін мойындамайды. Керісінше, егер CDC-дің сайтына кірсек, ол жақта 20-шы ғасырдағы медицинаның ең үлкен жетістіктері деген сондай рейтинг бар. Соның ішінде суды фторлау бар екен. Сондықтан бұл тақырыпты қозғайтын біреу болса, ғалым бола ма, қоғам белсендісі бола ма, суды фторлауға қарсы болса, онда ондай адамға ешкім сенбейді. Оған конспиролог, дүмше, псевдоғалым деп айып тағылады. Ондай адамға ешкім құлақ аспайды. Сондықтан бұл мәселе әлі күнге дейін шешілмей жатыр. Ал Бобби Кеннеди бұл мәселені мемлекеттік деңгейге көтерген адам. Оның арқасында қазір
ақш-тағы Юта штаты суды фторлаудан бас тартып отыр. Бұл жақсы жаңалық. Егер осылай ары қарай жалғаса берсе, олар бірте-бірте осындай суды фторлауды тоқтатады деп мен өз басым соған үміттенемін. Енді осының бәрін мен сіздерге не үшін айтып отырмын? Қазір шетелде тұратын қазақтар өте көп. Көптеген қазақтар шетелге кетіп жатыр. Америкада, Англияда қазір көптеген қазақтар тұрып жатыр. Олар осындай нәрсені біле бермейді. Мен өзім Англияда 1 жыл тұрған кезде бір нәрсе байқадым. Сол жақта оқитын қазақ студенттердің көбінің 1 жылдан кейін тістері үгіле бастайды екен. Және сол жақта менің бір танысымның баласы жұмсақ төсекке секірген кезде аяғын сындырып алған. Яғни олардың бәрінде флюороз бар деген сөз. Неге? Өйткені біз қазақтар шайды көп ішеміз, ал қара шайдың құрамында фтор көп болады екен. Бізге ол артығымен жетіп жатыр. Сондықтан біз сондай жерге барып тұрған кезде қазақтарда осындай флюороз процесі өте тез басталып кетеді екен. Сондықтан егер сіздердің шетелде тұратын таныстарыңыз болса, немесе өзіңіз сондай елде тұрып жатсаңыз, интернеттен сіз тұратын қалада, сіз тұратын ауданда суға фтор қосыла ма жоқ па, сол туралы ақпаратты интернеттен іздеп тауып алыңыз. Ондай ақпарат бар. Егер сіз тұратын үйде суға фтор қосылып жатса, онда басқа жерге қоныс аударуға тырысу керек. Егер ондай мүмкіндік болмай жатса, онда үйіңізде кері осмосты фильтр орнатып қойыңыз. Бірақ бұл мәселені толық шешпейді. Өйткені сіз ішетін суға фильтр орнатқанмен, бірақ жуынған кезде бәрібір сол крандағы су сіздің теріңізге сіңіп, сол фтордың бәрі сіздің ағзаңызға барады. Және одан басқа тіс пастасын таңдаған кезде міндетті түрде оның құрамында фтор болмау керек. Және қоғамдық жерлерде, ресторанда, кафеде тамақ ішкен кезде, су ішкен кезде, дүкеннен су сатып алған кезде бәрібір оның құрамында фтор болады. Және шай сатып алған кезде де оның қандай сұрып екенін бәрін білу керек. Өйткені шайдың сұрыптарының өздерінің ерекшеліктері болады. Кейбіреуінде фтор көп жиналады, кейбіреуінде фтордың мөлшері аз болады. Сонда интернеттен өздеріңіз іздеп тауып алыңыздар. Егер сіздер сондай бір елде тұрып жатсаңыздар, онда осыған қатты назар аударыңыздар. Тағы бір мысал келтірейін, ол тефлон. Тефлон ол да құрамында фтор бар қосылыс, және бағана айтып кеткендей, фтор қосылыстары өте тұрақты болады. Тефлон ол өте тұрақты қосылыс. Ғалымдардың айтуынша, ол мыңдаған жылдар бойы сақталып қала береді. Яғни табиғатта ол ластаған кезде одан құтылу мүмкін емес. Ешбір бактерия бұл затты ыдырата алмайды. Егер ол адамның ағзасына түссе, бірде-бір фермент оны ыдырата алмайды. Сондықтан ол жинала береді. Қазір ғалымдардың айтуынша, бүкіл әлемде тефлон ластануы бар. Әр су қоймада, топырақтың бәрінде, әр өсімдіктің, әр жануардың, әр адамның денесінде тефлон бар деп айтады. Қазір ол кәдімгі экологиялық апатқа айналып кетті. Ал оның себебіне кезінде Америкадағы Дюпон компаниясы тефлон өндірген кезде өндіріс қалдықтарын маңайдағы су қоймаларға төккен. 1960 жылдары олар тефлонның жануарларға зияны бар екенін анықтаған, бірақ оны ешкімге айтпаған. 80 жылдары тефлонның адамға зияны бар екенін олар білген, бірақ оны да адамдардан жасырған. Содан кейін 1998 жылы бір фермер Дюпон компаниясын сотқа берген. Өйткені сол өндіріс қалдықтар төгілетін жердің маңайында оның сиырлары жайылып жүрген. Сол сиырлардың бәрі ауырып, бәрі қырылып қалған. Содан кейін ол компанияны сотқа берді. Бұл сот ісі ұзақ уақытқа созылды. Тек заңгерлердің табандылығының арқасында ғана ол шешімін тапты. Сол сот ісін жүргізген адвокаттың табандылығының арқасында үлкен ауқымды медициналық зерттеу өткізілді. Соның нәтижесінде тефлонның адам денсаулығына қандай зиян бар екені соның бәрі анықталды. Бірақ соған қарамастан Дюпон компаниясы бәрібір соны мойындамады. Тек 2019 жылы ғана олар үлкен қысымның арқасында соның бәрін мойындауға мәжбүр болды. Үлкен айыппұл төлеп, зардап шеккен адамдарға үлкен компенсация төледі. Сонда қараңыздар, тефлонның зияны бар екенін білгеннен бастап, оны мойындағанға дейін 60 жыл уақыт қажет болды. Ал мен сіздерге бір ғана мысал келтіріп отырмын. Одан басқа тағы да қаншама сондай заттар бар, табиғатты ластап жатқан. Оның көбі әлі зерттелмеген. Ал оны зерттеп, оны дәлелдегеннің өзінде де ондай заттардың қолданысын шектеуге, оған тыйым салуға ешкім асықпайды. Өйткені химиялық өнеркәсіп, ауыр өнеркәсіп ол үлкен бизнес, ол үлкен ірі корпорациялар, олардың лобби өте мықты. Оларға қарсы күресу өте қиын. Қарапайым азаматтар оларға қарсы ештеңе істей алмайды. Ондай мәселелерді тек мемлекеттік деңгейде ғана шешу керек. Ал Бобби Кеннеди соның бәрін мемлекеттік деңгейге көтеріп шешетін адам. Бұдан да басқа әртүрлі мәселелер бар. Мысалы, кимтрейл деген нәрсе бар, аспанда ұшақтар ұшқан кезде артында ақ із қалады ғой. Сол іздің құрамында алюминий бар деп айтады. Ол алюминий содан кейін жерге шөгіп, біз тыныс алған кезде оның бәрі біздің өкпемізге барады. Бірақ оны ешкім зерттеп жатқан жоқ. Бұл тақырыпты қозғайтын адамдарға ешкім сенбейді. Егер кім-де-кім химтрейл мәселесін қозғаса, ондай адамға дүмше, конспиролог, параноик, антиваксер, жалпақ жерші деп ондай адамдарды бәрі мазақтайды, ешкім оларды тыңдамайды. Сондықтан бұл мәселені ешкім қозғап жатқан жоқ. Қазір Ұлыбритания мемлекеттік масштабта химтрейл өткізейін деп жатыр. Оны басқаша геоинженерия деп айтады. Жалпы геоинженерияның мақсаты қандай? Олар аспанды жауып, күн сәулесін шағыстырып, сол арқылы жаһандық жылынуды тоқтатайын деп жатыр. Бұл енді дені дұрыс адамға күлкілі болып естіледі, бірақ кейбір мемлекеттер кәдімгідей соларға ақша бөліп, сондай іспен айналысады. Ал Америкада қазір Флорида штаты
керісінше химтриал өткізуге тыйым салып отыр. Мен оны Боби Кеннедидің жұмысының нәтижесі деп өзім түсініп отырмын. Одан кейін келесі мәселе ол азық-түлік қауіпсіздігі. Америкадағы азық-түліктің сапасы нашар болып саналады. Өйткені ол жақта тамаққа химия көп қосылады. Неше түрлі химиялық қоспалар бар. Қоюландырғыштар, тұрақтандырғыштар, дәмдеуіштер, бояғыштар, глутамат, карагинан, титанның қос тотығы, неше түрлі жасанды қанттар бар, сахарин, аспартам, сукралоза деген сияқты. Қазір соңғы жылдары тамаққа жәндік етін қосатын болған. Америкада бұл үлкен мәселе. Жақында Боби Кеннеди пресс-конференция өткізді. Сол жерде ол аутизм тақырыбын ерекше атап өтті. Осыған орай біз үлкен ғылыми зерттеу өткіземіз. Егер соның нәтижесінде аутизм мен тамақтағы қоспалардың арасында байланыс бар екені анықталса, онда біз тағам өнеркәсібіне үлкен талаптар қоямыз, жаңа стандарт орнатамыз, сол қоспалардың бәріне тыйым саламыз деп өзі уәде берді. Сондықтан мен осыған үлкен үміт артып отырмын. Одан басқа Америкада тағы бір үлкен мәселе бар, ол ГМО, яғни генетикалық модификацияланған организмдер. Жалпы ГМО дегеніміз не? Мен өзім бұрын ойлайтынмын ГМО деген жақсы нәрсе деп. Өйткені өсімдіктің генетикасын өзгертіп, оған жаңа қасиеттер береді. Мысалы айтайық, желге төзімді бидай, немесе құрғақшылыққа төзімді бидай, суыққа төзімді, тұзды топыраққа төзімді картоп деген сияқты. Бізде Қазақстанда да ондай ғылыми зерттеулер өткізіп жатыр, бірақ оның бәрі тек қағаз жүзінде ғана. Шын мәнінде іс жүзінде ауыл шаруашылығында қолданып жатқан ГМО өнімдер, солардың 99% ол тек қана бір ғана нәрсе, ол глифосатқа төзімді дақылдар. Ол дегеніміз өсімдіктің генетикасын өзгертіп, оны глифосат деген гербицидке төзімді қылады, содан кейін оларды өсірген кезде сол гербицидті көп мөлшерде қолданады. Ал глифосат дегеніміз ол арам шөпті жоюға арналған гербицид. Сондықтан ГМО дақылдарды өсірген кезде сол гербицидті көп мөлшерде қолданады, содан кейін оның бәрі өсімдіктің ішінде жиналып, оның бәрі кейін тамаққа барады. Ал ГМО өнімдер қазір әрбір тамақтың құрамында бар. Мысалы, қазір Америкада қолданатын негізгі 5 дақыл бар, соның ішінде жүгері, соя, рапс, немесе оны басқаша канола дейді, қант қызылшасы және мақта. Мақтаның Америкада шамамен жартысына жуығы ГМО, ал қалған 4 дақылдың 90-95% ГМО. Ал бұл дақылдардың өнімдері әр тамақтың құрамында бар. Мысалы, өзіңіз кез келген тамақтың артындағы жазбаны оқып көрсеңіздер, құрамында не болады? Міндетті түрде қант болады. Оны қант қызылшасынан алады. Ал Америкада ол ГМО. Ал егер қант қосылмаса, онда оның орнына глюкоза, фруктоза шәрбатын қосады. Оны жүгеріден алады. Ол да ГМО. Одан басқа соя ақуызы көптеген тамақтың құрамында бар. Ол да ГМО. Одан басқа өсімдік майы, оны да көптеген тамақтың құрамына қосады. Бізде Қазақстанда күнбағыс майы болса, Америкада ол не канола майы, не жүгері майы, не соя майы, не мақта майы. Оның бәрі ГМО. Одан басқа жүгері крахмалы, мальтодекстрин деген сияқты қоспалар, ол да көптеген тамақтың құрамында бар. Ал оның бәрін жүгеріден алады. Яғни ГМО өнімдер әр тамақтың құрамында бар деп айтуға болады. Сондықтан Америкадағы тамақтың бәрінің құрамында глифосат бар. Ал глифосат өте улы зат. 2015 жылы ол ресми түрде канцероген болып танылды. Еуропада оның қолданысына шектеулер қойылды. Америкада әзірше ондай шектеулер жоқ. Сондықтан қазір ол жақта осындай үлкен проблема бар. Ал енді Қазақстан туралы айтсақ, бізде ГМО өнімдер кең қолданылмайды. Бірақ бізде соңғы жылдары бидай өсірген кезде жаңа технология қолданылатын болды. Енді біз бидай өсіргенде жерді жыртпаймыз. Жалпы жер не үшін жыртылады? Арам шөптерден құтылу үшін. Енді бізде жер жыртылмайды, оның орнына глифосатты құя салады да, содан кейін сол топыраққа бидай еге береді. Қазір Қазақстандағы миллиондаған гектар жерде осындай технология қолданылады. Ол дегеніміз біздің бидайда қазір глифосаттың мөлшері өте жоғары деген сөз. Сондықтан қазір Еуропаның кейбір елдері, соның ішінде Италия бар, Қазақстанның бидайын сатып алудан бас тартып отыр. Ресми дерек көздерде бұл ақпаратты сіз таба алмайсыз. Мен оның бәрін қайдан біліп отырмын? Мен өзім бұл мәселемен айналысқам, бұл тақырыпты зерттегем. Мен жұмыс істеген институттың директоры, ол өзі академик кісі, маған өзі соны айтты. Енді мен осының бәрін не үшін айтып отырмын? Глифосаттың адам денсаулығына қандай зияны бар? Біріншіден, ол адамның гормоналдық тепе-теңдігін бұзады. Ол әйелдің эстроген гормонының рецепторлеріне байланысып, гормоналдық тепе-теңдікті бұзады, содан кейін әртүрлі ауруларға шалдықтырады, соның ішінде онкологиялық аурулар да бар. Еркектерде де ол жыныс гормондарына байланысып, белсіздікке апару мүмкін. Мысалы, жануарларда болған зерттеулерде глифосаттың кесірінен еркек жануарлар түгелдей ұрпақ қалдыру қабілетін жоғалтатыны дәлелденген. Одан басқа глифосат адамның миына өте зиянды. Көптеген ғылыми зерттеулер глифосат пен аутизм ауруының арасында байланыс болуы мүмкін екенін көрсетеді. Мысалы, мына бір графикте Америкадағы глифосаттың қолданыс мөлшері мен аутизм ауруының жиілігі көрсетілген. Бұл екі график бір-біріне тура сәйкес келеді. Енді екеуінің арасында байланыс бар ма, жоқ па, оны өздеріңіз ойлай беріңіздер. Ал енді Қазақстан туралы айтсақ, бізде соңғы жылдары бәріңіз білесіздер, бала көтере алмайтын отбасылар көбейіп кетті. Әсіресе еркектерде қазір белсіздік өте кең тараған, және бізде қазір ерекше балалардың саны күрт көбейіп кетті. Ерекше балалар дегеніміз ол дамудың тежеуі бар, ЗПР, ЗПРР, аутизм спектр аурулары бар балалар. Қазір ондай балалардың саны кәдімгідей шарықтап кетті.
Ал енді осының алдында мен сіздерге айттым, иә, соңғы жылдары бізде қазір бидай өсірген кезде глифосатты көп мөлшерде қолданатын болды. Енді осының арасында байланыс бар ма жоқ па, оны өздеріңіз ойлай беріңіздер. Неге дәрігерлердің бәрі ерекше балаларға, аутизм бар балаларға нан бермеңдер деп айтады? Олар өздері оның механизмін түсінбейтін шығар, бірақ олар нан мен сол аурулардың арасында байланыс бар екенін түсінеді. Яғни мұнда да осындай бір заңдылық болуы мүмкін. Сондықтан бізге де Қазақстанға осындай технологиялардан бас тарту керек. Өкінішке қарай, өткен жолы айтқандай, бізде Қазақстанда тәуелсіз ойлайтын ғалымдар өте аз. Сондықтан енді біз Америкада болатын өзгерістерді күтеміз. Тек солар біз бір өзгеріс қабылдағаннан кейін ғана біздің ғалымдар соларға еліктеп соның бәрін істей бастайды. Сондықтан мен өз басым үміттенемін, болашақта Бобби Кеннеди бұл мәселені қолға алып, соның бәрін зиян бар екенін дәлелдеп, егер ГМО өнімдердің қолданысына тыйым салса, онда сол ГМО өнімдерді өндіретін, гербицидтерді өндіретін компаниялар, Монсанто, Дюпон компаниялары үлкен шығынға ұшырайды, олардың ықпалы азаяды. Содан кейін басқа елдер де Американың артынан қайталап сондай жаңа стандарттар енгізсе, соның бәріне тыйым салса, онда бізде Қазақстанда да сондай өзгерістер болады деген сөз. Мен өз басым соған үміт артып отырмын. Енді бүгін мен осы жерден әңгімемді аяқтаймын. Бұл өте үлкен тақырып. Алдағы уақытта мен бұл тақырыпты жалғастырамын. Тағы да басқа маңызды мәселелер бар. Ол дәрі-дәрмек қауіпсіздігі, ол медицинадағы ғылыми зерттеулер, ол пандемия тақырыбы, онда мен шет жағасын қозғап өтемін. Оның бәрін мен сіздерге келесі видеоларда айтып өтемін. Сондықтан арнаға жазылыңыздар, видеоға лайк басыңыздар. Назарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.